Шежірелік туыстар шежіренің заңды талабы. Қазақ шежіремен өлшеп, өткені мен кеткенін саналап отырғанда, жанында жүргенін де ұмытпай, олардың атын атап, жөнін жөндеп, ұлағатты дастархандарына шақырып, күнделікті хабар ошар алысып, жаны жадырап, сыйластығы ешқашан таусылмайтын адамдарын туыс деген. Шежірелік туыстар. Қандарынан айналдым. Жүйеленіп құрылған алтын ұядан айналдым. Бірінші әке. Әке отбасының ұйтқысы, қара қазан, сар баланың иесі. Отан қорғайтын қылышың да, қалқаның да осы от ағасы. Баланы туатын еркек, тауып беретін әйел. Туған әке, тапқан шеше. Ей, әйел, балаңның әкесін тырнамақпысың, күн түймейтін жеріңе дым тимесін. Екінші шеше. Шеше, шаңырақтың туы, көкке көтер. Ол кешегі қыз, бүгін ана. Шеше балаңның анасы. Сенің де анаң, шешең құрмет иесі. Ей, еркек, балаңның шешесін сабамақпысың, тұрмай қалып, тума. Үшінші ұл. Ұл аламан бәйгеге қосар жалғызың, келеді, келмейді, туыңа байланысты. Төртінші қыз. Қыз тұлымың, жат жұрттыққа жаралған өрісің, жүрегіңе ек. Бесінші немере. Немере өмірдің өлмейтінін білгің келсе, немереңді ерт жаныңа. Алтыншы жиен. Жиен алыста. Жаныңда жүрсін десең, жиеніңді ерт жаныңа. Шежірең үзілмесін десең, жиен сенің арқаның. Ұста, айырылма. Төрт жұрт. Барыңды бір шаңыраққа жинайсаң, төрт жұртыңды ұмытпа. Төрт жұрт. Бірінші өз жұрты, екінші нағашы жұрты, үшінші тай жұрты, бесінші қайын жұрты. Тұрмысқа шыққан қыз бала үшін өз жұрты төркін. Тай жұрт әкеңнің шеше жағы, өзіңнің шеше жағың нағашы. Әке шешеңнің әке шеше жақтары түп нағашылар. Қазақтан қазақ қашса құтылмайды, шежіремен тұтасып қалған. Қайда қашсаң да қазақтың қаны жібермейді. Қызы қарын бөлең, ұлы бауырың. Абайламай қаныңа қан қосып жіберсең, шоқ басып, айылың қақ айырылып, жаман ұрпақ туасың. Андалас. Андалас ерек белгі, гуынның бойына тізіле орналасқан ірлер, аздап ылас. Әр ір 8 еректен тұрып, анданы құрайды. Анда түп тамырын іздеп, ел ішінде не басқа елден мекеніне қоныс аударып көшіп келген ағайын туыс, қандас бауыр. Анда көшкінші емес, көшпенді де емес. Андалардың ең ұлы құжаты шежіре. Анда кірме емес. Шежіресі бір қандасың, бар жақсылықты жаса. Анда оралман емес, қандас бауырың. Ерулікке шақыр, төріңе отырғыз, тарих шерткіз, шежіре таратқыз. Қазақ андаларды, жаныңа жақындарды, тұмсықтыға шоқытпай, ши бөріге талатпай, солармен араласып, құраласып, өмірдің қызық дәуренін басынан өткіз. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 126-127 беттер.